Мы находимся на родине Абая в Жидебае, тот дом великого Абая Кунанбаева. Абай үш бөлмені таудың тасынан сондықтан сол жоба, сол биік, сол кеңдік. Сосын біздің мынау қазір современный осы. Ал сіз ойлаңыз, қазір мен 19 ғасырда тұрмын, сіз демейді. Бұл жерде свет жоқ. Ал енді Абай жорамалын оқып отырсаңыз, жарық қайдан түсті екен десеңіз, мына төбесінде екі терезе болған екен де, шатыр болмаған бұл. Сол жарық төбеден түскен екен. Сонда мына жанынан түскен бұл терезе болды. Здесь рядом с мавзолеем Абая в Жидебае захоронены его мать Ужан и бабушка Зеря. Сейчас я нахожусь на месте захоронения Абая в мемориальном комплексе, посвященном великому казахскому поэту и мыслителю. Прямо сейчас я нахожусь на месте захоронения Абая.